10 сынып оқушысы көлікте босанып, нәрестені тас жолдың жиегіне лақтырып жіберген. Жерге оңбай түскен шақалақ шетінеп кетіпті. Келдім, кеттім. Мен сендерге не жаздым? Анашым-ай, осыншалық неге аздың? Жатырыңнан сәл кеңірек көліктен басқа әлемді көрсетпедің неге аз күн? Анашым-ай, құлақ салшы, құрсағыңда бүрлеген, шаранаңмын бір күн өмір сүрмеген. Сыртқы әлемнің салқындығын сезушем, бірақ мұнша суықтығын білмебем. Сен жылытар девем тәнім мұздаса, алдандың ғой, жұрт сөкпесет сыздаса. Кім емеді айтшы соны анашым, сүтке толып, ақ мамаңыз сыздаса. Әжетайым, жанда ұртып, кіндігімді жұлмалап, құтылуға асықтың ау жылдамақ. Бесігіме бөліп қойсаң мен сенің, мазаңды да алмасем ғой үңгіліп. Болар ем ғой, қол қанатың ермегің, әзір ейлім боп шықтың ғой сен менің. Әжетаяу, әлдейлегің келмесе, баласы жоқ жанға неге бермедің? Әулетіңді тоздай құртып жоймақ пен, тілегіңді қабыл етіп қойды тең. Әйнегінен лақтырғанда көліктің, аспанға ұшып кетеді деп ойлап пен. Қазағым-ай, сап-сау тудым, ер болар ем туалған, ерлігімді намысыма суарған. Қазақ деген елдің ұлы болам деп, жатырыңа біткен кезде қуанғам. Қазағым-ай, қысқа күнде 40 өлең шығарған, ақын ұлттың ұлы болу ол арман. Мен әу баста жаратқаннан сол үшін, мына сенің жатырыңа сұранғам. Әй адамдар, мен жолдамын, мен ұмытып кетпеңдер. Аза тұтып жатыр маған көк пен жер. Тым құрыса, баспаңдар шынайымда. Жинап алсын кептерлер.